қалай жасалады? Егер де жасап көргің келсе, мен саған көрсетейін. Қызым, мана шай үстінде сен жінттің жасалу жолын сұрап едің. Сол жінттің жасалу жолын мен қазір саған түсіндіріп, екеуміз бірге жасап көреміз. Жінттің құрамы талқан, қант және сары май. Анасым, талқан неден жасалады? Талқан ол қуырылған бидайдан дайындалады. Ендеше қазір біздер сол қуырылған бидайдан жасалынған талқаннан жінт жасап көреміз. Алдымен бірінші біздер сары майды аламыз. Сары майды алып, сол сары майға талқанды қосып араластырамыз. Талқанды қосып араластырамыз. Араластырып, талқан мен майды араластырғанда жаңағы талқан қолға, яғни алақанға жабыспау керек. Жасап көреміз. Тағы да қосамыз. Және жінт тәтті болу үшін оған не қосамыз? Қант. Қант қосамыз, дұрыс айтасың. Қант қосамыз. Тәтті болу үшін. Қант қосамыз. Осылай әбден араластырып, біріктіріп аламыз. Қарап, түсініп ал, қалай жасау керек екенін. Кішкене тағы да талқан қосуымыз керек, өйткені талқанымыз аздау болды. Қазір араластырып, бәрін болғаннан кейін біздер араласқан жінтті алақанымызға салып, дөңгелектейміз. Дөңгелектегенде ол жаңағы алақанға жабыспау керек, оңай дөңгелектену керек. Түсініп жатырсың ба? Иә. Бұның ешқандай қиындығы жоқ, және құрамындағы тағамдары да аз, сондықтан өз бетінше де жасай беруге болады. Мынандай жін пайда болды. Енді оны қазір мен алақанымызға алып, кішкене ғана алақанымызға алып, оны не істейміз? Дөңгелектейміз. Әр түрлі формада жасауға болады. Біреулері дөңгелектеп алады, енді біреулері жаңағы төртбұрыштеп алады. Бұның негізгі өзінің жаңағы формасы да болады. Анасы мен де істеймін. Жасап көр, алауы қолыңмен. Тағы кішкене ал. Дәмін татып көресің бе? Дәмін татып көресің бе? Иә. Дәмін татып көрші, тәтті ме екен? Өзінің жасаған